Мынау киелі мұңал ошақ. Соның басына келіп тұрмыз. Ошақ деген мынау екен. Міне. Төре былай тұр. Былай тұр. Міне. Мұңал ошақ мынау. Осы жерге тай қазанда қойып, осы ошаққа ас тамақ пісірген деген аңыз әңгімелері бар міне. Міне. Таудың ішінде осы жерге әдейілеп келіп тұрмыз. Арнап келдік. Біз бүгін ары қарай барып Мұңал бұлақ басына келдік. Міне бұлақ көрсең көзін аш деп. Мына судың ағып жатқан жағы мынау. Тори, қолыңды көтер. Суды көрсетейін. Бұлақ ағып жатыр. Мына бұлақтың көзін Нұржан ашып жатыр. Әдейі күрегін алып кепті. Бұлақ көрсең көзін аш деген осыдан қалған ғой міне. Бүгін осындай біраз тірлік істеп жүрміз. Бүгін келіп мына субботник болды ма? Мына айналадағы талдардың бәрін алып, жоғарыдағы мына ана талды, қурап қалған талды құлатты жігіттер. Мына жақта тағы да бір тал бар міне. Мына бір талды жаңағыны құлатып төмен қарай түсіріп қойды. Біреулердің басына құламасын деп, мінекей. Міне сынған жерін көрдіңдер ме? Осы талды жаңа төмен қарай түсіріп қойды. Бүгін мына Мұңал ата ошағының айналасында азғантай ғана шамалы субботник болып жатыр. Әдейі араларын алып келген кәнараң. Яғни арасы. Соның бәрін қолмен кесіп, жіппен, троспен тартып, біраз еңбек етті жігіттерге. Алла разы болсын. Мынау жаңағы каменелом тас кешені деп жазып қойыпты. Кіреберіс жерде мынау таудың етегінде, төбенің етегінде тұрмыз. Анау тау ғой. Жаңағы келіп қарағанда мына жерде тасты қашап ақыр жасайын деген ба, астау жасайын деген ба, осындай жерді көріп тұрмыз. Міне келгеніміз. Астауға бас жағы не керек? Мына жер осы жерде жаңағы құбырлар жасаған, орысша айтқанда гончарный цеха, сол жерде адамдар тұрған болу керек. Жаңа мінекей. Міне ортасынан көше сияқты. Сыртын қазіргі заманауи технологиямен қоршап қойған. Міне ортасы ашық. Одан кейін мына шетінде адамдар тұрған болу керек. Мына шетінде адамдар тұрған болу керек. Жаңа мына бір төбенің машина тұрған жердің ар жағында төбенің ішінде о жақта гончарный цехтар бар екен. Сол жерде тастарды ойған. Тағы да жаңағы трубалар, құбырлар жасалған. Сол жаңа 7-ші, 8-ші, 10-ші ғасырларда осындай осы жерде тіршілік болған екен. Адамдардың жағдайын жасап жаңағы ана ақыртастан көрдік трубаны. Гончарный, жаңағы су ағатын труба, канализацияның трубаларын осы маңдарда істеген болу керек. Жаңағы ақыртастан шамамен 1,5-2 километр жерде жүрміз. Мінекей, мына төбенің ар жағында жаңағы құбырлар жасаған цехтар осы жерде. Төбенің басына қазір көре қоямыз. Мінекей, бұл бір биік төбекен, айналаның бәрі көрінеді. Осындай биік төбенің басына жасалған екен. Мінекей, қараңыз. Мінекей, айналасы қоршау болған. Біз қоршаудың үстінде тұрмыз. Міне, бөлме сияқты.
сосын ана жерде бір үлкен бөлме болу керек. Мынау кіретін аркасының орны мына жерде де бөлме болған. Сондай мына қараңыз, былай бір 100 метр, былай 100 метр үлкен қорғанның ішінде болған құбыр дайындайтын цехтар болған дейді. Да, ремонт істейін деп ана жерде бір не бар дейді. Отмет саркофаг сияқты нелер бар. Мына бір тастың қасына келіп тұрмыз. Мына тасты қараңыздар. Қолменен жасалған осындай тастар бір-біріне кигізіледі екен. Мына шетін қараңыз. Мінекей. Осының бәрін қолмен ойып жасаған ғой енді. Қандай шебер адамдар болған. Осындай тастан қалаған бір-біріне кіргізілген ойып. Мына жердің қалыңдығын қараңыз. Мына жердің 3 метрдей стенаның қалыңдығы бұл. Орталық көшеде, ортасы көше сияқты, орталық көше. Мына бетінде де жаңағы қабырғаның қалыңдығы 2 метрдің, қайда 3 метрден де аса жасалған екен. Мына кіріп шығатын жері мынау болған үлкен қаланың. Қала болған, қамал болған қала. Мына жерде енді қақпаның орны. Осы жерде қақпа жоғары жағына бұл жатқан тастар ровно бір-біріне кигізілген да? Кигізілген, шай жатты. Соны бүйтіп өлшеп көрсе, бір-біріне бүйтіп тұрғанда как раз арка болатын. Арканың үсті жағы жатқан. Жаңа шетін көрсеттік қой, арканың сондай қылып ойып жасаған, қолдан жасаған. Ровно қойған, қараңызшы. Мына бір тасты қарасаңда, мына жан-жағының бәрі қашалған, теп-тегіс. Осылардың барлығы арка, міне шет жағын ойып аркаға келтірген. Мынау кішкентай ғой, үлкен тастары. Жаңа үлкен тастары да бар. Адам қалай көтереді? Көрдік. Оны біз айтып жатырмыз, адам көтермейтін, арнайы кран ба, сонда кран сияқты бір нәрселер болған ғой деп ойлап жатырмыз. Мынау енді ежелгі пирамидадан кем емес деп өзіміз ойлап тұрмыз. Пирамиданы соққанда, қараңыз қандай үлкен тастар. Мынау бір тонна, 2 тонна, 3 тонна келетін тастар. Анау жатқан тастарды қараңыздар.